Істей берейін ба? Тағы да сәлем оқушым. Үшбұрыштың ауданы тақырыбына арналған видео сабағымның екінші бөліміне қош келдің. Біз бірінші бөлімде жалпы сабақтың жоспары бойынша не істедік? Теориялық бөлімді өттік, одан кейін практикалық бөлімді бастап, алғашқы үш есебін шығарған болатынбыз. Ендеше кеттік, бисмиллах деп, әрмен қарай практикалық бөлімді жалғастырамыз. Номер 4-ші есеп. Қабырғалары 11, 12, 13 болатын үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Енді 11, 12, 13 болатын үшбұрыштың ауданын тап дейтін болса, онда біз не істейміз? Онда біз бұл жерде Герон формуласын қолданамыз. Яғни үш қабырғасы белгілі, А тең болады 11-ге, Б тең болады 12-ге, С тең болады 13-ге. Яғни үшбұрышты жай ғана сыза салатын болсақ, міне 11, 12, 13 деген сияқты үш қабырғасы бар үшбұрыш болып тұр ғой, тазасын айтқанда. Сонда мен тұрамда қазір бұған Герон формуласын қолданамыз деймін. Герон формуласы не дейді? Герон формуласы айтады, саған бірінші жартылай периметр қажет дейді. Яғни А плюс Б плюс С бөлінген 2 дейді. Одан кейін айтады Герон формуласы, осы жерден жартылай периметр тауып болғаннан кейін мына формула саласын дейді. Түбір астында жартылай периметр бірінші сол жазылады. Сосын әрқайсынан А-ны, то есть П-дан әрбір А-ны, Б-ны, С-ны әр қабырғасына азайтамын. П-дан Б-ны және П-дан С-ны азайтып шығамын. Болды, осыны есептей алсам болды. Сонда тең деймін да жаза салам. 11, 12, 13-ті қосам, үшеуін 11, 12, 13, үшеуін қосып 2-ге бөлем. Сонда 30, 33, 35, 36, 36-ны 2-ге бөлсек, бізде 18 шығады. Жартылай периметр 18-ге тең. Жалпы периметр 36-ға тең, жарты периметр ол 18-ге тең. Енді Герон формуласын салатын болсақ, Герон деп жазып қойсыңдар болады мынаның жанына. Сонда түбір астында 18 жазам пиді. Сосын 18 минус А, яғни бірінші қабырға 11. Яғни 18-ден 11-ді азайтам. Келесі жолы негізі 1-ден 7 деп жазып кетем. Мен бастапқы нәрсе болған үшін мен жаймендеп бәрін жазып шығатын. Сосын 18-ден азайтам Б, екінші қабырға ол 12-ге тең. Сосын П-дан С-ны азайтам, осы жартылай периметр 18-ден азайтамын нені? Үшінші қабырға 13-ті. Келесі жолы 1-ден 5 деп жазып кетуге болады. Тұрамда тең деймін да жазам. Тең 18, 18-ден 11-ді алсақ 7, 18-ден 12-ні алсақ 6, 18-ден 13-ті алсақ 5. Сонда 7, 6, 5 деп тұр ғой. Енді қараңдар, енді мен қазір бұны қалай жіктей аламын деген сұрақ туындайды. Мен бұл жерде қазір ақырындап жаймен жіктеймін. Мысалы, мынау 9 пен 2-нің көбейтіндісі деймін. Мынау 7-міз 7 болып тұра берсін, 6-мыз 3 пен 2-нің көбейтіндісі болсын, 5-міз 5 болып тұра берсін. Енді қараңдар, осы жерде бүйтесіңдер. 9 дегенім түбірден не болып шығады? 9 деген сан ол түбірдің астында 3 болып шығады да, түбірден сыртқа шыққанда. Мына 2 штук 2-міз, 2 штук 2-міз ше, мысалы түбірдің астында 2 көбейту 2 тұрса. 4 қой бұл, 4-міз түбірден 2 болып шығады, осында 2 штук 2-ден 1 штук 2 шығады деймін. Түбірдің сыртына. Сосын түбірдің ішінде қалғандары қалады, қалғандары шығуға келмейді. 7, 3, 5 үшеуінің көбейтіндісі қалады. 7 көбейту 3 көбейтілген 5. 3-ті көбейтсек 6, түбір астында, енді 7-ні 3-ке көбейтсек 21, 21-ді 5-ке көбейтсек 105 болады ғой. Сонда 6 түбір астындағы 105 болып тұр. Міне Герон формуласындағы сандарды, түбірдің астындағы сандарды тез шығарудың лайфхагы да. Әр санды жіктеп астына жазып ал, сосын әрқайсысын жеке түбірден шығар. Сонда есебің тез есептеледі. Атак бәрін көбейтіп, оны түбірден шығару бізге қиындыққа соғады. Сонда бұл С жауабы болып тұр. Түсінікті деген ойдамын, әдемі есептеу болды. Олай болса, 5-ші есепке көшейік. 5-ші есеп не дейді? Үшбұрыштың периметрі 28, ал оған іштей сызылған шеңбердің радиусы 4-ке тең. Яғни периметр бар 28-ге тең. Ол бізде А плюс Б плюс С ғой. Ал бізде іштей сызылған шеңбердің радиусы десе кішкентай радиус тең болады 4-ке. Сырттай сызылған десе үлкен радиус жазамыз. Енді осы жерде үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Үшбұрыштың ауданы S сұрақ белгі. Енді үшбұрыштың ауданын табу үшін S тең пер деген формуланы қолдана салам ғой. Мен мына жақта үйреткен болатынмын, қазір артқа жылжиын. Мына S тең пер деген формуламен таба салуға болады. Немесе R бөлінген 2 А плюс Б плюс С. Я болмаса R көбейтіледі А плюс Б плюс С бөлу 2 десек болады. А плюс Б плюс С бөлу 2 деген жартылай периметр еді, а мынау R еді. Сонда S тең пер. Сразу соны қолданып кете салам мына жерге. Сонда бізде S тең пер, пи деген жартылай периметр, ол бізде үлкен периметрдің жартысы, көбейтілген R. Сонда формуланы толық ашатын болсақ, үлкен периметріміз А плюс Б плюс С бөлінген 2 бар, мынау R көбейтілсе алымына, мына сыртынан көбейтіледі. Сонда жаңа формула шығады ғой. Болды. Сонда S тең пер деп жаттап ала бер, оқушым,
Осымен жаттаған оңайырақ болады саған. Сонда жартылай периметр деген ол 28-дің жартысы ғой. Мен мына жерге салам. Үлкен периметрдің жартысы көбейтілген r дей салам. Көбейтілген радиусын 4-ке тең. Сонда 28 мен 2 қысқарады 14. 14-ті 4-ке көбейтеміз 40, 56 болады ғой сонда. Бұл бізде үшбұрыштың ауданы. Бұл бізде сонда D жауабы болып тұр. 5-ші есебіміз осымен аяқталды. Олай болса 6-ші есепке көшейік. 6-ші есеп. АВЦ үшбұрышына іштей сызылған дөңгелектің ауданын табыңыз дейді. Мынау тең берілі үшбұрыш екен, 10, 10, 16 дейді. Олай болса мен бірден айтам, екі жол көрсетем. Бірінші жол, мына үш қабырғасы белгілі болатын үшбұрыштың ауданын Герон формуласымен тапсам бола ма? Герон формуласымен аудан тапсам, какой-то бір аудан шығады, дұрыс па? Геронмен ауданын табам. Бұл бірінші жол. Сөйтіп мен мына формула салсам бола ма? Дөңгелектің ауданы деген жалпы. Любой дөңгелектің ауданы S тең πr квадрат қой. Егер мына дөңгелектің радиусы үлкен r болса, үлкен πr квадрат бола салады. Былай жазса да болады. Оны біз негізі матсауаттылық курсынан да білу керекпіз. Алдағы уақытта шеңбер тақырыбында өтеміз, оқушым. Сонда дөңгелектің ауданы S тең πr квадрат. Осыны жазып ал, спойлер болсын, алдағы уақытта өтеміз негізінде. Сонда S тең πr квадрат болды делік. Сосын бұған, значит, πr квадратқа салу үшін саған радиус керек болады ол. Онда радиус табу үшін мен кәбетем. Герон формуласын салып, мынаның ауданын табам. Аудан тапқаннан кейін радиусын табу үшін мен мынаған салам ғой. Так, r тең 2s бөлінген a плюс b плюс с-ға салам. Болды осы ғана. Радиусын табу үшін a плюс b плюс с-ға салам. Герон формуласымен сен аудан тауып қойдың. Ауданды қойдың. Сонда 2 еселенген аудан бөлінген a плюс b плюс с-ның орнына 10, 10, 16-ны қойдың. Радиус табылды ғой, радиус табылғасын s тең πr квадратқа саласың. Сен өзің есептеп көре оқушыме, Герон формуласымен аудан тапқаннан кейін 2s бөлінген a плюс b плюс с-ға сал. Сонда радиус табылады, сен сосын s тең πr квадратқа салып көр. Дәл қазір паузаға қойып, соны бір есептеп көрші. Сосын менің жауабыммен салыстырасың, оқушым. Енді сен бұны жасап жатсың деген ойдамын. Енді екінші жолмен шығарып кетемін мен. Екінші жолмен нақты шығарам, ал мынау бірінші жол просто жазылған күйінше тұра берсін. Енді екінші жол қалай болады? Екінші жол былай болады. 10, 10 екен білдім ғой, бұл тең берілі үшбұрыш, міне 2 бүйір тең. Олай болса тең берілі үшбұрыштың мына төбесіне мен қазір табанына қатысты биіктік түсірсем, мынау биіктік болады. Енді қара, 16 дегенім, мынау тең берілі үшбұрышта әрдайым оқушылар жаттап алыңдар. Кез келген тең берілі үшбұрышта биіктік түсті ма, или медиана түсті ма, или бисектриса түсті ма, олар 3 в 1 қызмет атқарады. Естеріңде ма? Үшеуі біреуінде деп айтып едім ғой. То есть бисектриса да бола алады, биіктік те бола алады, медиана да бола алады. Яғни биіктік тең бисектриса, ол тең медиана. Үшеуі де болып кете алады. Олай болса, мен мынаны биіктік деп ойлаймын, еще медиана деп ойлаймын. Онда 16 дегенім 8, 8-ден бөлінеді. Сонда 6, 8, 10 деген Пифагор үштігі елестей ма? Я болмаса Пифагор теоремасымен осы биіктікті тауып ал. Не үшін екенін қазір түсінесің. Негізі бірден шешеді. Тәжірибелі болсақ, бірден шешіледі негізі. Мынау 8 қоя, мына жер 90 градус енді биіктік. Медиана болған үшін 8, 8-ден бөлім көрдім, биіктігім еще медиана болып кетіп тұр. Соң арқасында 8, 8-ге бөліп алдым да. Енді мен тұрамда бүйтем. Аха, олай болса, мен қазір мынау 8, мынау 10 болса, h биіктікті таба алам. H биіктігім қаншаға тең болады осы жерде? H биіктігім 6, 8, 10 Пифагор үштігі ғой. 6, 8, 10. Ол 3, 4, 5 Пифагор үштігін әрқайсысын 2-ге көбейткен кетең. Үшбұрыш танымал Пифагор үштіктерін есіңе түсіре оқушым. Сонда таба алмай жатсаң бүйтесің, h квадрат қосылған 8-дің квадраты тең 10 квадрат деп h тауып аласың. Сол кезде биіктік 6-ға тең ғой, енді қара. Табаны 16. Оған түсірілген биіктік 6. Онда ауданды Геронмен емес, осымен тапсақ қалай? Осымен жеңілдеу кетпей ме, Мынаң 6-ға тең екен бірден тауып алады тәжірибелі болсақ ше. 10 мен 8-ді көріп, мына 16-ны көріп 2-ге бөліп, бірден биіктіктің 6-ға тең екенін 6, 8, 10 Пифагор үштігімен табамыз. Сосын 2-ден 1 a табаны және соған түсірілген биіктік дегенмен аудан табамын. 2-ден 1 табаны 16, оған түсірілген биіктік 6. 16 мен 2 қысқарады 8, 8 бен 6-ны көбейтсек, онда 48 болады. Онда аудан 48-ге тең. Бағана сендердің Геронмен тапқан аудандарында сол 48-ді беру керек негізі. Сөйтіп 48-ге тең екендігін білгеннен кейін біз не істейміз? Әрі қарай енді мен r тең 2s бөлінген a плюс b плюс с дейтін формулаға саламыз. r тең радиусы, іштей сызылған шеңбердің радиусын табу үшін a плюс b плюс 2s бөлінген a плюс b плюс с. 2 еселенген 48 бөлінген a плюс b плюс с дейтін 3 қабырғасы ғой. 16, 10, 10. 16 қосылған 10, қосылған 10. Дәл мына формулаға салдым. Екінші қадам. Сонда 2 көбейтілген 48. Так, 10, 10, 20. 16-ны қосса 36. Сөйтіп 36 мен 48 12-ге бөлем. Бірінші 12-ге бөліп көрем. Мына жақта 4 қалады, мына жақта 3 қалады. Сонда 4-ті 2-ге көбейтсем 8 бөлінген 3. Мынау іштей сызылған шеңбердің радиусы 8 бөлінген 3 шығып тұр. Енді мен тұрамда не істеймін? Іштей сызылған дөңгелектің ауданын табуым керек қой. Үшінші қадам, мына
геrom мен ауданын таптық, одан кейін радиус таптық. Енді s тең пи r квадратқа сала саламын. Сонда s дөңгелек тең болады пи көбейтілген радиустың квадраты, ол бізде радиусы 8 бөлінген 3-ке тең. Соның квадраты. Сонда 8-дің квадраты 64, 3-тің квадраты 9, қасында пи бар. Сонда 64 бөлінген 9 пи. Сонда бұл бізде С жауабы болып тұр. Міне екі жолмен шығарып көрсеттім. Бірінші жолмен шығарып көрдің деген ойдамын оқушым. Мен екінші жолмен толыққанды есепті шығарып көрсеттім. Негізі көп оқушылар тең бірлі үшбұрыш берілген кезде биіктік арқылы аудан тауып кетуді жөн көреді. Чем геронға қарағанда. Герон себебі сәл ұзақтау, иә. Жақсы, осыменен біздің 6-шы есебіміз аяқталды. Олай болса келесі 7-ші есепке көшейік. 7-ші есеп, үшбұрыштың екі қабырғасы бар. Ал үшінші қабырғасы оған сырттай сызылған шеңбердің радиусына тең. Үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Так, біз қазір ең әуелі үшбұрыш салып алайын. Үшбұрыштың екі қабырғасы 8 және 8 түбірасты 3 дейді. Үшінші қабырғасы сырттай сызылған шеңбердің радиусына тең. Яғни, осыған сырттай шеңбер сызып қойсам. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы мысалы R деп ойласам, мысалы, былайнан қоя салайыншы. Былайнан бұны R деп ойласам, онда үшінші қабырғам тоже R-ге тең ғой. Үшінші қабырғам мынау қоя, бұны тоже R деп ала берсек болады. Енді мен не істеймін? Осы үшбұрыштың ауданын тауып алуым қажетпін. Бұл үшбұрыштың ауданын табу үшін мына формуланы қолданамын. S тең ABC бөлінген 4R деген формуланы қолданамын. Естеріңде ме, мынандай формуладан шығып еді ол. R тең ABC бөлінген 4S деген формула болған. Осы формуладан мен R мен S-тің орнын пропорциямен ауысырып тастадым. Сонда міне. ABC бөлінген 4R деген формула. Дәл осы формуламен шарып тастаймын бұл есепті. Давайте ендеше шарып көрелік. Так, S тең болады. ABC дегенге 3 қабырғасын жазам, яғни 8, 8 түбірасты 3, және үшінші қабырғасы ретінде, С ретінде радиус жазам ғой қайттан. Себебі үшінші қабырғам сырттай сызылған шеңбердің радиусына тең дейді. А бөлімінде 4R. Болды ғой? R мен R қысқарып кетеді ғой уже, ясны ғой же. Сонда 4 пен мына 8-ді қысқартсам мында 2 қалады. Сонда 8 2-ге өтсем 16, қасында түбірасты 3 бар. Сонда ауданы 16 түбірасты 3. Өте сұлу есеп. Әдемі шықты есебіміз. Бұл бізде сонда 7-ші есебіміз В жауабы болып тұр. Олай болса 8-ші есепке көшейік. 8-ші есеп, так, бізде 8, 9, 10, 11. Сонымен бітеді. Ал ендеше 8-ші есеп шығарып тастайық. ABC үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз дейді. Біз тура осы есепті осының алдында негізі шығарғанбыз. Орта перпендикуляр тақырыбында қателеспесем, немесе орта сызық па, сол жерлерде бір жоқ, үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер тақырыбында шығарғанбыз негізі. Енді осы жерде 90 градус болса, мынау 90 градус. Сол кезде 13 пен 12-ні көріп, 5 12 13 пифагор үштігі еске түсу керек. Бірде мына жерде 5 деп аламын. Сосын мына жерде бір D нүктесімен бөліп тастайын. Сосын мына жақта қалған бөлігі 3 4 5 пифагор үштігінің әрқайсысын 4-ге көбейтсек қанша шығады? 12, 16, 20 шығады. Әрине мына жерім онда 16-ға тең. Мына жерім x деп алсақ, бұл 5-ке тең, y деген 16-ға тең. Сразу пифагор теоремасы деп айта салам. Сол жерде пифагор үштігімен табылды, тікбұрыш үшбұрыштан. Енді сырттай сызылған шеңбердің радиусын табу үшін менде мынандай формула қолдану керек. ABC бөлінген 4S. Онда мен ауданды бөлек тауып келейін. Ауданды қалай табамын? Аудан дегеніміз 2-ден 1 А табаны және соған түсірілген биіктікпен тапсам болады. Героммен тапсам да болады негізі, бірақ зачем өйтіп созып? 16-ға 5-ті қосатын болсақ 21, 21, 20, 13-ті қолданып негізі гером формуласымен табуға болады. Бірақ өйтпеймін мен. Мен қазір бүйтемін. 2-ден 1 табаны А табаны 21 деймін. Және оған түсірілген биіктік ол 12 деймін. Осы табанға түсірілген биіктік. HA деп отқанымыз ол 12-ге тең болып тұр деймін. Сонда 12 мен 2 қысқарада 6 қалады. 21-ді 6-ға көйтсек 26-ға 120, сонда 126 болады. Бұл бізде үшбұрыштың ауданы 126-ға тең. Бірақ мен бұны 126 деп алмаймын. Не үшін олай алмай жатырмын? Себебі оқушым. Бұны 21 мен 6-ның көбейтіндісі деп ала салған тиімдірек. Мысалы, тең ABC бөлінген 4S қой. ABC деген 3 қабырғасына мен жазамын 13, 20, 21. Жазайын 13, 20, 21. Бөлімі 4S-ленген аудан қоя, ауданның орнына 126-ны жазудың орнына 21 мен 6-ның көбейтіндісі деп жазасаған тиімдірек. Енді қараңдар, 21 мен 21 қысқарып кетеді. 20 мен 4 қысқарады, мұнда 5 қалады. Сонда 13-ті 5-ке көбейтсек, бізде 65 бөлінген 6. Мына сырттай сызылған шеңбердің радиусын таптық. Бұл жерде есепті дамытып, әрмен қарай сырттай сызылған шеңбердің ауданын тап десе болады. Мысалы, S тең
пи р квадратқа сала саласың болды. Радиусқа кіші радиус жасында болады, үлкен радиус жасында болады. Шеңбердің дөңгелектің ауданын табу үшін пи р квадрат формуласымен тапсақ болады. Қажет жағдайда ғой ол. Жақсы, сонда 65 бөлінген 6 дегеніміз бұл бізде В жауабы болып тұр. 8-ші есеп осымен аяқталды. Олай болса 9-ші есепке көшейін. 9-ші есеп. БДЦ үшбұрышының ауданын табыңыз дейді ғой. БДЦ үшбұрышы дегеніміз ол бізде мына үшбұрыш. Ендеше мен қазір былай жасаймын оқушым. Дәл осы есептен тоқтатамын. Қазір 9-шы, 10-шы, 11-ші есептерді келесі видеосабаққа қалдырамын. Не үшін? Себебі сендерде бір интрига болғанын қалап тұрмын. Дәл қазір 9-шы есепті паузаға қойып өзің шешіп көр. Содан кейін келесі 10-шы есепті паузаға қойып өзің шешіп көр. Одан кейін 11-ші есепті паузаға қойып өзің шешіп көр. Сонда ғана сенде жақсырақ нәтиже болатынына мен сенемін, алтыным. Ендеше видео сабақтың мен 2-ші бөлімін осымен аяқтаймын. Үшбұрыштың ауданы тақырыбына арналған видео сабағым өз мәресіне келіп жетті. 2-ші бөлімі. Енді 3-ші бөлімде ана есептерді шығарып барып, кездескенше дегім келеді. Олай болса 3-ші бөлімде жүздескенше.